Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде қуатты шығыс хабардың кезекті шығарылымы сіздермен Меруерт Расулова. Қазақстанда жаңа тарихи кезең күтіп тұр. Саяси экономикалық серпілістен бөлек елдің рухани өмірінде үлкен елеулі өзгерістер болуы мүмкін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында осылай деген болатын. Бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы рухани жаңғыруындағы жаңа жарқын жолдар туралы болмақ. Студиямыздың бүгінгі қонағы Жұман Манатбеков, тарихшы. Қош келдіңіз. Жұман Манатбекұлы, енді президенттің мақаласымен, Егемен Қазақстан газетіне жазған мақаласымен танысқан боларсыз. Қандай пікір қалдырдыңыз? Енді сұхбатымызды осыдан бастасақ, өзіңіз қандай ой түйдіңіз мақаланы оқу барысында? Дұрыс айтасыз, Меруерт. 15 сәуірдегі президенттің жолдауында, берген мақаласында, оның алдында жылдың басындағы жолдауда ол саяси реформаны, одан кейін әлеуметтік, экономикалық реформаны, трансформацияларын айтқан болатын. Енді осы үшінші жаңғыру ол адамдардың, бүкіл осы қазақстандықтардың саяси сана сезімінің жаңғыруы, ұлттық сананың жаңғыртуы, соның трансформациясы айтылып сөз етіледі. Мен енді өзім тарихшы ретінде саяси реформа болды, одан кейін экономикалық модель жасалды. Енді осының қашан бір рухани астар болар деп күтіп жүретұғым. Шынында да президентіміздің осы мақаласындағы рухани жаңғыру мақаласы ол күтілген нәрсе болды. Иә, дегенменде бұл қарап тұрсаңыз, біз бұған дейінгі өзімізді таныту барысында көбіне көп экономикалық және әлеуметтік жағдайымызға баса назар аудардық. Елбасының жолдаулары да, стратегиялары да осыған бағытталған. Енді бұл осы жолғы рухани жаңғыру деп, ұлттық сана сезімімізді қайтадан жаңғырту дегеніміз әлемге өзімізді таныту деп қабылдасақ болады ғой. Демек, жәнегі әлемге өзіміздің міне Қазақстан деген тәуелсіз ел бар деген өзімізді нақты көрсету. Осылай деп қалыптастыруға болады. Енді рухани жаңғыру неден басталу керек? Біз жаңғыру керек дейміз, жолдар қандай сіздіңше? Рухани жаңғыру, мен айтар едім, ол бізде басталып қойған тәуелсіздіктен кейін. Ол ең алғашқы жаңғыру бізде мәдени мұра бағдарламасы. Одан кейін халық тарих толқында деген бағдарлама арқылы рухани жаңғыру жүзеге асып жатыр. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша біз тарихи көне ескерткіштерімізді, көне мұрағаттарымыздағы ескерткіштерімізді, нысандарымыздың бары қалпына келтірілді. Ал енді халық тарих толқынында бағдарламасы бойынша біз әлемдік беделді мұрағаттардан қазақ халқының тарихына қатысты жәдігерлерді зерттеп, тарихи мұраларды зерттеп, соларды тарихтың толқынына қостық. Міне осы тарихи рухани жаңарудың бір белесі болып есептеледі. Ал енді жеке айтатын болсам, рухани жаңару әр қазақстандық азаматтың өзінің саяси мәдениетін жоғарылауынан, өзінің бір ішкі қазақ халқының ұлт ретінде сезініп, патриоттық сезім оянуынан басталады деп ойлаймын. Осы ретте бұл мақаладан кейін әр азамат өзінің бойында бір жәнегі өзіңіз айтып кеткендей патриоттық рухты қалыптастыру керек. Негізі бұл рух бар, тек қана енді бұл мақала сол бір жігер беретіндей мақала болды деп айтсақ болады ғой. Дұрыс айтасыз. Әлемді бағыты әлі бұлыңғыр жаңа тарихи кезең күтіп тұр деді елбасы. Бұл ретте өзіміздің ұлттық сана сезімімізді дамыту керек деді. Маңызды мәселелердің бірі ұлттық код. Осы туралы айтып өтсеңіз, енді бұл қалай жүзеге аспақ? Не істеуіміз керек? Алда қандай меже тұр? Қазір біз өте үлкен бір күрделі кезеңдерді бастан өткеретін боламыз. Елбасымыз да оны дұрыс айтты. Әр ғасырдың басында, әр ылғида қиындықтар, өтпелі кезеңдер болады. Мысалы үшін қазірде бізде неше түрлі бетбұрыстар болуы мүмкін. Өйткені біз жаһандану кезеңінде аяқ басқалы тұрмыз. Сондықтан да осы жаһанданудың кері әсерлері және оң әсерлері де бар. Ал кері әсерлердің ішінде ол ұлттық болмысты, ұлттық мәдениетті жұтып жіберетін қасиеті бар. Сондықтан да елбасының бұл мақаласында айтылған ұлттық кодты сақтау, ұлттық бірегейлікті сақтау осының үлкен бір аспектісі болып табылады. Ұлттық кодты біз қалай сақтаймыз? Ұлттық кодты сақтаудың әдістері ол әрбір қазақстандықтың білімді болуы, қанымызға сіңген әдет-ғұрыптарымызды мәңгілік еске сақтау. Бірақ та сонымен қатар жаһандану заманында бізге кері әсер ететін кейбір әдеттерден арылу болып табылады. Ол мысалы үшін жерсіздік болады бізде болуы мүмкін қазақ халқында, рушылдық. Мысалы үшін әрине жақсы нәрселер болғанменен қазіргі меритократиялық заманда біз олардан арылуымыз керек. Себебі әркім өзінің ісіне қарай
үлкен жұмысқа қосқан үлесіне қарай, қабілетіне қарай еңбегі бағаланып өсетін болғандықтан, бұндай меритократиялық қоғам тамыр таныстықты көтермейді. Сондықтан біз бұдан арылуымыз керек деп есептеймін. Тағы бір тарихшы ретінде айта кететін жайт, ол әлеуметтік мобильділік. Біз қазақ халқы көбінесе, әрине ол жақсы нәрсе, өзіміздің кіші отанымызда тұрып, сол ата-бабаларымыз өскен жерде қалу. Ал қазір елбасымыздың айтып отырған тағы бір мәселесі, ол әлеуметтік мобильділік. Яғни әрбір қазақстандық Қазақстанның кез келген нүктесінде жұмыс істеуге дайын болу керек. Одан қорықпау керек. Мен өз басым айтайын, Қазақстанның кез келген мүшесінде, ол Арқада болсын, Атырауда болсын, Теріскейдегі, Қызылжарда болсын, халқым үшін отаным егер шақыратын болса, кез келген жерде жұмыс істеуге дайынмын. Біздің жастарды да соған шақырамын. Бүгінгі жастар соған дайын ба? Сіз айтып жатырсыз ғой, міне жаңағы ең бірінші көтерілген мәселеңіз, яғни рушылдық әрине керек, өзіңнің тегіңді білу, жеті атаңды білу дұрыс-ақ. Десе де бүгінгі жастар руға бөлінетіні рас. Осы ретте біздің жастардан осы түбегейлі бір қалыптасқан стереотипті жақсы жаққа қалай өзгертуге болады? Жәнегі бар біздегі Найман деп жатады, Адай деп жатады, енді халық арасында кездеседі ғой ол. Мен қазір жастарына баға беретін болсам, қазір бізде жақсы жаққа қарай өзгеру бар. Өйткені қазақ жастары қазір көбінесе бөлінбейді. Біз бір тұтас бір қазақ ұлтынымыз, біз әлемнің бір қазақ деген бір бөлшегіміз деп сезіну бар, мен сезінемін. Ендігі ретте біздің жалпы ұлттық құндылықтарды сақтау арқылы, жалпы ұлттық мәдениетке көңіл бөлу арқылы жастарымыз соған қол жеткізеді деп ойлаймын. Қазір мен жастарға сенемін. Кез келген ел өзінің ұлттық жәнегі тарихын білмей, ол болашаққа бастай алмайды, ол белгілі жайт. Бұл мақалада 4 жаңалық көтерілді, соның алғашқысы деп айтайық, ұлттық сана, ұлттық бірегейлік. Демек, жастардың сіз айтып отырғандай жүгі ауыр. Өзіңіз тікелей жастармен жұмыс істейсіз. Болашағымыз қандай? Ұлттық бірегейлікті сақтау, және ұлттық кодты сақтау бұл бірінші басымдық приоритет болды. Одан кейін білімнің салтанат құруы, елбасымыздың айтуы бойынша, одан кейін прагматизм. Осы қасиеттерді біз бойға сіңіру керек. Прагматизм дегеніміз не? Прагматизм, мысалы, қазақ халқы ғасырлар бойы өзінің жер ананы, табиғатты қадірлеп, оны ұтымды пайдаланып келді. Қазіргі кезде біз табиғатымызды экологиялық тұрғыдан бұзылып жүріп жатыр. Сондықтан да біз бұрыннан бері қанымызға сіңген экологиямызды сақтау, материалдық мәдениетімізді сақтау секілді құндылықтарды сақтап жоғалтып алмамыз керек. Мысалы үшін қазақ халқы айтады, бір тал кессең 10 тал ек дейді. Немесе ер жігіттің 3 парызы: үй салу, ұл өсіру және тоға ек деп айтады. Міне сол сөздерден ақ қазақ халқының прагматизмге жақындығы көрініп тұр. Екіншіден ол білімділік. Әрине де, мысалы, біздің орта ғасырлардағы ғұламамыз Жүсіп Баласағұн құтады ғой білік деген еңбегінде құттың негізі білік деп айтып кеткен. Ал біліктен, білік білімнен шығады. Сондықтан да ең бірінші жастардың ең басты мақсаты қазір білім алу керек болады. Өйткені жаһандану заманда білім алу ол бәсекеге қабілеттілікті туғызады. Алдымызда озық 30-дық ену межесі тұр. Демек, біз жан-жақты дайынбыз. Озық 30-дықтан көрінуге бізде мүмкіндік бар. Жәнегі біздің өкшелеп жатқан іні қарындастарымыздың бүгінгі әлеуеті бар дейсіз ғой. Жаңағы Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша біздің ұлы мақсатымыз 30 елдің қатарына кіру. Қазіргі жаһандық мәселелерге сәйкес бізде, мысалы, мен өз басым мысалға ретінде айтуыма болады, Назарбаев зияткерлік мектептерін. Назарбаев зияткерлік мектептері шынында да қазір бір үлкен бір орта білім беру жүйесінде үлкен бір бетбұрысты жүзеге асырып келе жатыр. Оның ішінде жұмыс атқарылып жатқан туған елге тағзым, тағы да басқа жобалар қазақстандық жастардың бәсекеге қабілетті болуға, жаһандық азамат болуға, жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына дарытуға, сол арқылы қазақ халқының ұлттық құндылықтарын жоғалтып алмауға тәрбиелеп жатыр. Сондықтан да оның пайдасы бар деп есептеймін. Жаһандық азамат деп жақсы айттыңыз бүгінгі таңда, яғни әлемнің бір бөлшегі ретінде өзін қалыптастыру, өзін таныту маңызды аспектілердің бірі. Бұл мақалада латын әліпбиіне көшу мәселесі көтерілді. Негізі бұған дейін де айтылып келген, енді және үкімет алдында міндет тұр. Латын әліпбиіне көшіруге байланысты. Енді тарихшы ретінде сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Енді бұрындары бізде болды ғой бұл. Одан кейін басқа болды. Қазіргі енді қаншалықты біз дайынбыз? Өте дұрыс айтасыз, Меруерт. Біздің енді тарихымызға үңілсек, бізде
Орхон Енисей жазулары дейді, сына жазу, түркі жазулары, одан кейін Қыпшақ тілі болды, Чағатай тілі, Алтын Орда кезінде Қыпшақ тілінің өркендеуі, одан кейінгі кезеңде араб алфавиті бізде болды, араб әліпбиі, араб тілі болды. Одан кейін 1929 жылы біз орталық атқару комитеті және халық комиссарлар кеңесінің шешімімен біздің мемлекетімізде, қазақ КСР-інде ол кезде латындандырылған, латын тіліне икемделген әліпби дүниеге келген болатын 1929 жылы. Бірақ та ол 1940 жылы кириллицаға ауысты. Енді әрине бұл жерде үлкен саяси астар жатыр, саяси себептермен ауысқан болатынбыз. Ал енді 2050 стратегиясында біздің елбасымыз латын тіліне көшуді мақсат етіп айтып кеткен. Біз 2025 жылдан бастап іс қағаздары, оқулықтар, баспасөз материалдарының барлығы 2025 жылдан бастап латын тіліне өтетін болады. Ал биыл 2017 жылдан бастап, осы жылдың аяғына дейін, латын әліпбиінің ыңғайландырылған қазақша нұсқасы дүниеге келеді, ғалымдардың кеңесіп жасалуымен. Ал 18 жылдан бастап латын алфавитіне үйрету басталады. Енді бұның басымдылығы қай жерде? Латын алфавитінен қорқатын ештеңе жоқ. Мысалы үшін қазір біздің оқушылар ағылшын тілін жақсы меңгеріп жатыр. Латын алфавиті мен ағылшын алфавиті өте ұқсас. Латын алфавитінің бізге берері не? Ол жаһандық тағы да бізге талаптың қойылып отырған талап жаһандану заманында. Өйткені қазіргі ақпарат заманында латын алфавиті бізге жеңілдік әкеледі. Ол компьютерлік сауаттылық, ақпараттық құралдарға қолжетімділік, және де мұна басқа да көп ресурстарға бізге жол ашады екіншіден. Одан кейін латын алфавиті, оның саяси астары бар. Біз бұрынғы кириллицадан кетіп, бұрынғы құлдық санадан мүлдем арыламыз. Сондықтан латын алфавиті керек бізге. Қорқудың еш қажеті жоқ. Жәнегі тұрғындардың көбейін. Бүгінгі таңда оқушыларымыз үш тілде қазір еркін сөйлеу мүмкіндігіне ие болып жатыр, ағылшын тілін меңгеріп жатыр дегендей. Және жастарға түсінікті. Ал енді жалпылама мына латын әліпбиін білмейміз деп жатқан тұрғындарға қандай кеңесіңіз бар? Енді қорқақтап жатады. Бұл рас. Яғни тарихта Меруерт ханым, енді әрбір өзгеріс қорқыныштан басталады ғой. Бірақ та өмірде, тарихта ол ылғи да өзгерістерге толы болады. Сондықтан да қазір орта буын өкілдері, үлкен буын өкілдері бұл латын әліпбиіне өтуден қорқуы мүмкін. Бірақ та оның қалыптасқан біздің Қазақстан мемлекетіміз мәңгілік ел болу үшін ұлы мұраттары болғаннан кейін, сол ұлы мұраттарға жаһандануға бәсекеге қабілетті болып өтуіміз үшін латын тілі бізге ең тиімді болып табылады. Сондықтан да ол қорқыныштар жеңуге болады деп есептеймін. Дәл қазір есіме түсіп отырмын, енді әлемдік тәжірибеге сүйенсек, Түркия өзінің тәуелсіздігін алғанда бірден латын әліпбиіне көшуге бастады. Енді осы ретте олардың көшбасшылары үлкен акцент жасады. Енді бүгінгі таңда біздің осылай ашық айтып латын әліпбиіне көшуіміз әлемдік көштен қалмаудың бір лебі. Әлемдік сарапшылар бұған не дейді екен? Енді сіз жан-жақты қарастырып оқыған шығарсыз, білген шығарсыз. Біздің осында енді үлкен бір қадам ғой. Осы ретте талай жылдан бері кириллицамен жазып үйренген азаматтар енді ел болып бірден латын әліпбиіне көшкелі жатырмыз. Латын алфавитіне көшкеннен бастап, мысалы үшін 2025 жылдан бастап, белгілі бір бейімделу уақытында, адаптация дейді, сол бейімделу уақытында кириллицада бірге қолданылады. Сондықтан да бұл соны үйренуге, кириллицамен бірге жүруі ол жеңілдік тудырады. Ал енді әлемдік тәжірибе жаңағы 1923 жылы ұлы түрік революциясынан кейін Мұстафа Кемал Ататүріктің үлкен бір Түркияны дүр сілкіндірген түрік халқының атасының бастамашыл идеясынан кейін Түркия өзінің жақсы даму жолына түсті. Сондай-ақ мысалы үшін өзіміздің бауырлас еліміз Өзбекстанда латын тілі даму жолына түсті. Жаңағы кириллицаның бірге қолданылуы қиындықтан шығарады деп есептеймін. Мысалға қазіргі күні бір қарапайым ғана мысал, әлеуметтік желілерде жай ғана нұсқалары өріп жүр. Латын әліпбиі осындай болады деген сияқты. Демек қазіргі күні біздің жастар толық қолдайды, жастар сенеді. Енді ең бастысы осы шығар сіздіңше, қазіргі жастарға енді негізінен жеңіл болады. Өйткені латын алфавитіне көшсек, ол клавиатурадағы клавишаларында саны қысқарады. Мысалы үшін біздің спецификалық әріптер деген әріптердің барлығы алынады, оның орнына латын сандары, нұсқалары қойылады. Сондықтан ол қазір жастарға тіпті тез қабылданады деп ойлаймын.
Жақсы, түсінікті. Мақалада тағы бір көтерілген мәселе, мына туған жер бағдарламасын жасап, женегі туған ел ұғымына айналдыру деген елбасының үлкен бастамасы бар. Бізде енді жерлерде туған жерге тағзым сынды акциялар бүгінге дейін жүзеге асып келе жатқан, бірақ мақаладан кейін үлкен серпін алады. Мысалға, елбасы айтты, біз женегі тұтастай туған жер атласын жасауымыз керек деді. Бүгінгі таңда енді алдымызда қандай меже тұр? Өз сөзіңіз айтып кеттіңіз. Кез келген жерге барып, Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып қызмет етуге дайынмын. Ал басқа жастарымыз қаншалықты бүгінгі сана сезімдері жеткілікті дейсіз? Мысалға, ауылға барып қызмет етуге, қарапайым ғана мысал. Дұрыс айтасыз, Меруерт. Туған жерге тағзым деген біздің президентіміздің, елбасымыздың мақаласында көтерілген үлкен бір бағдарламаның бірі. Туған жерге тағзым немесе туған жер бағдарламасының негізінде ол үш аспекттен тұрады. Біріншіден, өзің жаңа кіші отаныңның, туған жеріңнің тарихын, ондағы жер сулардың тарихын білу, оларды зерттеу болса, екінші, сол ауылдан немесе сол кіші отаннан шыққан адамдардың сол жерге жасалған жақсылығы немесе жасағысы келіп жүрген жақсылығы, солардың жиынтығын жасау. Үшіншіден, осы шараларға мемлекеттік өзін-өзі басқару және өзін-өзі басқару ұйымдарынан өте үлкен қолдау жасау, көмек көрсетілетін болады. Және де бұл жерде ең басты нәрсе не? Осы туған жерге деген туған жер бағдарламасына әр ұсақ-ұсақ мысалы кіші отандардан жиналып келіп, ол туған ел қазақстандық патриотизм идеологиясының беруі мүмкін. Жалпылама үлкен дейсіз ғой. Бұл енді ұлттық модернизацияға серпін береді деп айта аламыз ғой? Әрине мен береді деп ойлаймын, өйткені әр адам өзінің кіші отанын сүйеді. Осы кіші отанынан үлкен отанға деген сүйіспеншілік басталады. Мысалы үшін мен тағы да мысал келтіргім келіп отыр. Назарбаев зияткерлік мектептерінде туған жерге тағзым деген жоба бар. Ол Қазақстанның, мысалы үшін біз шығыста болсақ, ертең батысына, оңтүстігіне, басқа да аймақтарына барып, сол жердегі ұлттық бірегейлікті, ұлттық мәдениетіміздің біртұтастығын түсіну, ол балаларға жақсы тәрбиелік әсер береді. Женегі мақалада туған жерден бөлек, жаныңда жүр жақсы адам деген сөздің ұғымын біз жете түсінуіміз керек деді. Осы ретте женегі жүзін есім атты жобаның қолға алынуын елбасы нықтап тапсырма берді. Бұған сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы енді тарихта түрлі біздің кейіпкерлеріміз болды, батырларымыз бар, ұлықтап жүрміз. Ал көзі тірісінде бүгінгі жанымызда жүрген жақсы жандарды әспеттеу, оны халыққа таныту жағына сіз бүгінгі таңда көңіліңіз толы ма? Бүгінгі таңда енді көбіне бұқаралық ақпарат құралдарына келіп тіреледі, насихат жоқ. Бұл жерде мен айтайын дегенім, елбасымыздың мақаласында жаңа тағы бір бағдарлама айтылып бекітілді, ол заманауи Қазақстан мәдениет деп аталады. Ал оның аясында заманауи Қазақстанның жаңа 100 есімі деген бағдарлама жасалып отыр. Бұл өте дұрыс. Өйткені әрине біз бұрынғы біздің хандарымызды, батырларымызды ұлықтап өтеміз, оларды әлі де ұлықтаймыз. Бірақ қазіргі тәуелсіздік алғаннан кейін жаһандану замандағы жаңа Қазақстанның батырларын былайша айтқанда ешкім біле бермейді. Өнер майталмандары, мәдениетке сіңірген еңбектері, білім беру саласында, өнер саласында, спорт саласында қандай еңбектер сіңірді, солар көп айтыла қалмай береді. Айтылмай жатыр президенттің ойы бойынша. Олар жетістіктің құрғақ статистикасы менен фактілердің арасында көрінбей қалады. Сондықтан да заманауи Қазақстанның мәдениетін дамытуға үлес қосқан, барлық салалардың дамуына үлес қосқан ұлттық генофондтың алтын қорына енетін деп айтайын, адамдардың жинақтары шығатын болады. Ал бұл қазіргі кездегі жастарымызға өте үлкен үлгі болады деп есептеймін. Елеулі еңбек жастарға үлгі болу керек. Еленеді, және ол балаларға үлгі болу. Дұрыс екен. Енді мына адамзат тарихынан көрсек, әлемде озық өркениеттер енді сипаттан бастау алатынын біз білеміз. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, бізді не күтеді? Жастарға не айтасыз? Осымен қорытындыласақ, елбасының негізгі діттеген мақсаты қазақ елін әлемге таныту, қазақ елін мойындау. Жастары бәсекеге қабілетті болу дейді. Біздің жастар бәсекеге қабілетті ме? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Бәсекеге қабілеттілік ең бірінші қазір бізге қойылған мақсат болып отыр. Бәсекеге қабілеттілік неден басталады? Ол үш тілдерді және шет тілдерді меңгеру, компьютерлік сауаттылық, және жаһандық болып жатқан оқиғалардан хабардар болу, және де жаһандық азамат деп айтып отырмыз ғой, олар өздерін жаһанның бір бөлшегі азамат ретінде есептеп, әлеуметтік бір жобаларға өзін қатыса алатынын білдірсе, мен жаһанды, Қазақстанды, өзінің мемлекетін, сол арқылы жаһанды жақсы жаққа өзгертуге қабілеттімін деген
сенім арқылы жастарды тәрбиелеу керек деп есептеймін. Қазіргі қазақ жастары, мысалы үшін, қазір бізде білім беру жүйесіне өте үлкен мән берілді. E-learning бағдарламасы, болашақ бағдарламасы, көптеген бағдарламалар жұмыс істеуде. Сондықтан Қазақстан жастары оған қол жеткізеді деген ойдамын, сенімдімін. Сенім мол дейсіз ғой. Жұман Мамытбекұлы, енді өкінішке орай эфир уақыты шектеулі. Уақытыңызды бөліп келіп осындай салиқалы сұхбат бергеніңізге көп рахмет, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Болашағымыз бірлікте.